Баршаңызға қайырлы күн. Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаның екінші күніне арналған тағам бұл қайнатпалы сорпа, жеңіл тағам түрін ұсынатын боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алыңыздар. Қазанымызға сүйектерімізді, етімізді саламыз. Бұл жерде мен жылқының жауырын сүйегін осылай бөліп салдым. Және де 2 кішкентай ет салдым. Өйткені біздің отбасымызда азғантай адам болғандықтан осылай жасап жатырмын. Үстіне қойдың құйрық майын салдым. Енді салқын су құямыз толтырып, содан соң газге қоятын боламыз. Газдың көзін ең қатты көзіне қоясыздар. Енді сорпамыз қайнағанша көкөністерімізді дайындаймыз. Енді пиязымызды осылай дөңгелек күйінде саламыз. Бәрін жаңағыдай ашып дайындап аламыз. Сәбізді осындай ирек пышақпен турадым. Егер көп адамға жасайтын болсаңыздар, осылай ирек пышақпен жасаңыздар, сонда жаңағы көрінісі де әдемі көрінеді. Енді картошкамызды осылай бір үлкен картошканы 6 бөлікке 3 бұрышты етіп бөліп алдым. Енді көбігі шыға бастады, міне қайнай бастады. Сол кезде толықтай көбігін сүзгіштің көмегімен алып тастайтын боламыз. Сонымен қатар каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Енді көбігін алып болғаннан кейін жаңағы картошка, сәбіз, пиязды салдым. Қатырылған менде помидор бар еді, яғни қызанақ, болгар бұрышын салып, тағы да біраз қайнатамыз. Міндетті түрде қақпағын осылай қиғашынан жауып қойыңыздар. Егер осылай қатты бетін жауып қойсаңыздар, жаңағы бір-біріне араласып, майы барлық бір-біріне араласып кетеді. Тағы да аздап көбігі шығып жатса, сүзгіштің көмегімен алып тастаймыз. Қақпағын қиғаш жапсаңыздар, бір келкі тып-тынық әдемі болып сорпаңыз қайнайтын болады. Және де осы ораза мерекесіне, яғни Рамазан айына байланысты көптеген рецепттерді каналға салып отырамын. Рецепттерді жіберіп алмас үшін дәл қазір каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісі тұр, яғни колокольчик. Соны басып, все дегенді таңдап қойыңыздар. Сонда әр салған рецепт сіздерге ең бірінші болып жаңағы көрініп тұратын болады. Осымен біздің сорпамыз дайын болды. 2,5 сағаттай қайнаттым. Қалауыңыз бойынша үстіне укроп, жаңағы көк пияз салсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта Өзбекстанның әйгілі көк самсасының рецепті шығады. Пайдалы самсалардың бірі. Сондықтан каналыма тіркеліңіз.